Денсаулық сақтау министрлігі халықтың медициналық деректерін ұзақ мерзімге сақтамау туралы шешім қабылдады. Бұл шешімге сәйкес министрлік белгілі бір уақыттан кейін адам денсаулығына қатысты барлық зерттеулер мен мәліметтерді жоюды көздейтін ережелерге түзетулер жобасын әзірледі. Дидар Қалқатайқызы баяндайды. Жобаға енгізілген түзетулерге сәйкес ересек пациенттердің жеке деректері деректер базасында 10 жыл, балалардың деректері 15 жыл сақталады. Бұл компьютерлік томография, МРТ, электрокардиограмма, рентгенография, УДЗ және басқа да аудио, фото және видео бейнелердің нәтижелеріне қатысты. Емханалар мен ауруханалар пациенттердің диагностикалық тексеру нәтижелерін ұлттық денсаулық паспорты мен денсаулық сақтау министрлігінің медициналық ақпараттық жүйесіне жібереді. Бұған дейін олардың сақталу мерзімін реттейтін құқықтық акт болмаған. Алайда денсаулық сақтау министрлігі бұған дейін пациенттердің медициналық карталары 25 жыл сақталғанын айтады. Данный вопрос мы обсуждали. Бұл мәселені біз министрлікке қарасты ұйымдармен, ұлттық ғылыми орталықтармен талқыладық. Сондай-ақ әлемдік тәжірибені зерттедік. Еуропа мен ақш-та медициналық бейнелерді қалай сақтайтынын қарастырдық. IT маман Бағлан Бұлғынаев өзі жақында ауырған кезде 12 жыл бұрынғы тексеру нәтижелері қажет болғандығын айтады. Бірақ емханада бұл деректердің жойылғандығын хабарлаған. Қазіргі заманғы қатқыл дискілер 30 терабайт ақпаратты сақтай алады. Ал бірнеше диск ел халқының 1 жылдық медициналық деректерін сақтауға жетер еді. Сондықтан медициналық деректерді адамның өмір бойы сақтау мүмкін емес пе деп таңғалады Бағлан. Сонымен қатар бұл деректердің қауіпсіз екендігіне де күмән бар дейді. Сейчас тем более есть нейронные сети. Қазір нейрондық желілер бар. Олар парольдерді таңдап, осал тұстарды іздей алады. Дегенмен техникалық тұрғыдан алғанда деректерді қауіпсіз сақтау бойынша күрделі мәселе жоқ. Негізгі қауіпсіздік проблемасы адамдар. Қазір кез келген жүйедегі басты қауіп адами фактор. Пациенттердің өздері де құпия сөздердің сенімділігіне аса мән бермейді. Бұл мәліметтердің бөгде адамдардың қолына түсуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар деректер сатылып кетуі де мүмкін деп есептейді IT маман. Денсаулық сақтау министрлігі үшін жеке деректердің құпиялылығы өте маңызды екендігін айтты. Бұған қоса емхана пациенттің жазбаша немесе электрондық келісімінсіз медициналық ақпараттық жүйеге өзгерістер енгізе алмайтыны жөнінде шешім қабылданды. Дидар Қалқатай, Ирина Ненашева, 5-ші арна.